Тусақ. Қанша болды? Тусақтан қалмады. О, мен жесейді. Оларға пранк жасаймын. Мен ауырып қалдым деп. Еще сабақтан қалдым. Жасмин, тұр, сабаққа барасың, азан болды уже. Бармайшы. Не, тұрсай сабаққа барасың. Ауырып қалдым. Ауырып қалдым? Қайсына ауырды кән? Қызуың жоқ қой? Бір түрлі ауырып отырмын ғой. Суық тиіп қалды ма? Температура өшіру керек па? Жаным, не әкеп берейін айтшы қазір күшті. Тамақ әкеп берейін ма, пирожный? Болды, қазір әкеп берейін, жата тұр, Сабаққа примерно 1 сағаттай қалды. Оған дейін жазылып кетсең, барасың мақұл ма? Жаным, қазір әкеп берейін. Ана Жасминге болғанда әдемі топ заказ беріп қарасаңыздар, сосын әдемі Жасмин алып қапты. Біресі қарашы, кім жеп қалды? Сен жеп қойғансың ба? Жоқ. Мен емес. Мынау Жасминге әдемі. Ой, кішкене жатып қалды. Үсіп қоя салайық, Сұлап соқ қойып берейік. Жасминнің несіне, бокалына. Мына соқ қойып берейік, әйтпесе Жасмин ауырып жатыр, Той бір ауырмаса екен. Той жақсы болды ғой, Нұрет ағалар алданып қалды ғой. Міне достар, соқ пен торт. Тамиси ана столда кеш столда. Жасминге көмектесейік, сол столда кел. Жасмин қалай алжап қаласың? Йоқанан тұр, сабаққа барасың ғой? Или ауырып жатсың ба, қаласың ба сабақтан? Мақұл, қазір жақсылап тексерейік сенің жағдайыңды, Укол саламыз екі сағат. Укол саламыз сағат. Укол саламыз. Болмаса укол саламыз мақұл ма, Жаш? Ауырып қалмас. Пранк жасаса білмейміз. Сұрымыз қой бұл? Соқ қой, судан күшті есе соқ деген, кішкентай балалардың бәрі соқты жақсы көреді. Мен де бұрын судан қарағанда соқты жақсы көретін. Бірақ қазір су жақсы көрем. Мә, әкеші, өзім ақсал жақ өзіңе. Нені, тортты. Жаным. Қарасаң, не деген күшті торт. Гүл жағын жейсің ба? Мені. Ойба. Жаным, осы Жасмин жазылса болды ғой. Тойдың ба? Әлі тағы жейсің ба? Қазір тағы салам өзіна тортты. Гүл жағын жейсің ба тағы? Қай жағын жейсің? Аппақ? Жасыл? Жасыл жағын. Береміз достар, өстіп. Бұл пәнде ғой Жасмин деген. Ой, ана сіңлісіне келетір. Соға келесің ба? Жаным, қамқор ғой өзі. Мә бәресі мен шеше? Мақыр шеше. Демейсің ба, не шешесің? Тойдың ба? Мә. Жаным. Не жейсің? Айтшы, Айтшы соны. Кім? Не жейсің? Тамақ жейсің ба? Бол, қазір әкеп береміз тамирес екеуміз, тамақ Жасминге. Бол, кетіп алады, апарайық. Сен жат, мақұл, қимылдамай жат. Сен қимылдамай жат, әйтпесе болмайды саған. Қимылдамай. Жасмин, саған тамақ емес екен, осы полезный, денсаулыққа пайдалы нәрселер жейсің, мақұл ма? Кел. Жасмин, саған полезный, пайдалы, денсаулыққа пайдалы нәрселер жеу керек ме? Помидор иммунитетті көтереді. Берге кел же. Тамақ жеуге болмайды саған, осы полезный нәрселер жеу керек. Мә, тамирес жеп қоясың ба сен? Ауызы жейсің ба? Мә, міне, әні тамирестің ауызы дәу екен, Жасминнің ауызы кішкентай екен, кел, жейміз. Ойнап айтам. Жасминнің де... Мә, самолетке. Достар, сіздер жеп қойсыздар ма? Достар жемейді, Жасмин жейді. Бұршы. Қардың ашты ма? Болмайды осыған денсаулыққа пайдалы нәрсе жеу керек қой. Мә, шет дәмді болмай қалса. Кел мә, же, тамақ же кел. Сонда дәмді болмай қалса, іше бол. Кел. Мә, самолет кел. Кел мә, огурцы мақыл. Огурцы жейсің ба, огурцы? Болды, онда қазір температураны тексереміз мақұл ма, Жасмин? Давай-ка температураны тексереміз. Кел, қолыңды өлшейміз, кел. Нормально болса сабаққа барасың мақұл ма? Кел, өлшейміз. Нормально болмаса бармайсың, нормально болмаса барасың.
Нормально болса да болмаса да барасың. Ойбай, мах. Не нормальный болса бармайсың. Барасың. Кеттік. Давлениесін өлшейік. Конечно, кішкене қысады. Сосын сен давление өлшейтін боламыз. Сен ораза ұстап жатсың ба? Ұстап жатқан жоқсың ба? Ауыртып отыр ма? Мақұл. Қысып жатыр. Я қысады кішкене. Если ораза ұстамағанда, сен давлениең төмен болатын еді да, түсіндің ба? Қайсы? Қазір көрейікші. Қазір жібереді. Иә, болды. Үй жаным. Сіңілісі ойлап қояды, общесін, иә? Үй жаным. Кәні, қанша екен давлениесі, Жасминнің давлениесін көрейікші. Ой, қанша анау? Нормально деген сөз ғына білесің бе, давление? Жоқ, сіз анаға қарап отқанда ол не істеп кетті, өшіп кетті. Жоқ, нормальсың, давлениең вообще кетті. Сабаққа барасың. Сабаққа барасың ба? Әлі ауырып жатсың ба, сонда? Жөні мақыл ондай болса. Не жейсің, айтшы соны, әкеп берейін саған. Любой нәрсе, любой. Әкеп берейін саған. Көрсетіп ба? Осы үйдегі бар нәрсе, бірақ... Тамақ, мақыл әкеп берейші қазір. Қойма. Қандай тамақ? Мақыл қазір. Апам пісірген. Достар, менде бір күшті идея бар. Жасминге шоколад әкелер. Жасмин, саған шоколад. Шоколад. Өйше, ауырып отырың ба? Ой. Ауырып отырың ба сен? Сен что-то орнынан тұрып, қуанып кеттің ғой. Шоколад жейсің ба? Не жейсің? Тамақ па? Шоколад жейсің ба, шоколад? Вау, қасы мерси, жасылы, қоңыры, қызылы, фиолетовый бар. Жейсің ба? Бақсан, болмайды шоколад жеуге, жаш. Өткеше ауырып отырсың ғой. Көріп отырмын ғой. Көріп отырсың ба? Мақыл, мен онда пока что тамақ әкеле берейін, е? Келді. Сен жеп жатсың ба не? Достар, мен маманың істеген фирменный қуырдағын апарайын деп жатырмын Жасминге. Қарасаңыздар, не деген күшті сочный еттерін қараңыздар, ауызда еритін. Жасминді қатты жақсы көремін, бұл ауып қалса ше тез жаздыртуға тырысам бар ғой. Сол үшін оған бір қасықпен бірге апарайық кеттік. Дүш. Жасмин. Ушаным түрі сол қап қой. Әлі ауырып отырсың ба? Ке, мә тамақ. Вау, кеш. Жаным. Әке, өзім аузыңа салам, әкел. Кеш. Өзім ақ берем саған. Картошкасынан жейсің ба етімен бірге? Иә. Еті ме? Ой, жаным. Картошка ма? Жаным. Мақыл, мен жеймін, сен жейсің ба? Жеп ал, я? Сен жазып кетсең болды маған, басқа ештеңе керек емес. Сенің ауруың маған өтіп кетсінші, давай. Мақыл, ойнап. Келме, жейсің ба тағы? Өзім ақ салам аузыңа. Жесіңіз. Мақыл. Қарын тойды ма, Жасмин? Нормально ма бәрі? Енді қойдымай енді ауырғаны. Вообще температура ештеңесі жоқ, достар. Есейміз енді саған. Енді саған ештеңе әсер етіп жатыр енді. Амал жоқ. Укол салайық, укол. Мен қазір укол әкелем, сен дайын отыр мақыл ма? Укол салу керек. Болды, мен жазылдым. Міне. Бағанан ауырып жатырың ба сен? Болды, жазылдым. Ой. Мұрат аға, бұл сізге пранк. Пранк па не бұл? Я. Сен бағанан өтірік ауырдың ба сонда? Я. Болды, сабаққа барасың да. Барма. Болды, сабаққа барасың, сабаққа. Болды, апайыңа звондап айтып қойырым, барады деп кеттім.